бересіздер ғой? Чистовой бәрі, иә. Ана санузелдер бәрі болады ғой? Бәрі болады. Тұрмыстық техникалар ше? Не болады одан? Мында материал келмейді, асфальт бір су ағашы местный, тұраға қарай, мазақ қылғандай. Оны кейін қарай халық қайтарып жіберді. Сол вопрос ешқандай шешілмей тұр екен. Бітетін үй, баяғыда алдағы бітетін үй, сондай вопрос. Сіздерге қаражат түспей жатыр ма? Қаражатты уақыт берілмей тұр ғой, басында кім бөлу керек сіздерге? Ең басты сіздердің көңілдеріңізден шығу керек. Ол әкімнің де, ол депутат та, ол басқа да келеді, кетеді, тұратын сіз, талап қоятын сіз, жапа шеккен сіз. Сондықтан сіздердің талаптарыңыз бірінші орында, ретімен қарап, қадағалап алыңыздар. Жарайды ғой? Мұн жерде линолеум болады дейді, жаңа ғана сан техникалары болады, сосын газовый плита болады, осы қалпында қалғаны беріледі. Котел болады. Басқасына ризасыз ғой? Ризамыз. Басқа сұрақ жоқ қой? Осы құлаған үйлерді қалыпқа келтіріп жұмыс жүріп жатыр. Барлығын енді білесіз, республикалық типтік жобаға сәйкес 80 шаршы метр құрылысы. Азаматтардың әрине бірқатар сұрақтары бар. Жаңа өздеріңіз көргендей мынау төбенің жабындысына қатысты бірқатар сұрақтар бар. Дей тұрғанмен бұл жерде біздің ең басты атап өтуіміз керек мәселе бұл елдің, халықтың көңілінен шығу керек. Өйткені бұл табиғи апат дегенмен де ел халқын сұрап алған жоқ, тілеп алған жоқ. Бұл өкінішке орай біздегі еліміздегі мынау мемлекет басшысы айтып өткендей осы төтенше жағдайлардың алдын алу тиіс мемлекеттік органдардың тарапынан жіберілген қателіктердің салдары халықтың осыншалықты жапа шегіп отырған. Иә. Айтылды. Результаттары. Міне енді алдыңызға келіп тұр. Ауылда өскен баласыз ғой, да? Иә. Құдықтан шелекпен балшық шығарып жатыр. Не масқара? Сіз маған келдіңіздер, иә, арыздарыңызды айттыңыздар. Одан қыста мен аяқтай келдім бұл жерге. Аяқтай келдім, аяқтай көрдім. Қанша башняға бардық, қанша ақша кетті, қанша ақша қалды. Одан кейін мердігерді сотқа беру керек деген мәселе айтылып, тапсырма берілді. Сотқа берілді міне мәселе, сот шешім шығарып отыр. Қалған ақша азғантай, сондықтан оны келесі компанияны кіргізуге қажеттілік жоқ. Өйткені ана кішкентай ақшаға екінші компания кірмейді уже. Айтып отқан сыны бар ғой, былтырда айтты, мен өзім аяқтай келіп көрдім ғой. Соттың да шешімі бар, қажет болса енді бітіру керек. Азаматтар аяқтаңыздар осы мәселені, суын беріңіздер. Біз енді бүгін келіп ертең кетіп қалмаймыз. Біз әлі осы жаққа әлі келеміз, 10 келеміз, 100 келеміз азаматтардың арыз шағымы бойынша. Сондықтан осы мәселені бітірейік. Елдің халықтың батасын алуымыз керек қой. Халықтың қарғысын алып ешқайда оңбаймыз. Ана ақшадан алған жаңа пайдамызда бала шағамыз басқасы тамағын өтпейді ғой. Сондықтан осыны бітіріңіздер, елге тезірек суды беріңіздер. Сапасы қазір мен енді жаман жақсы деп айта алмаймын, құрылыс саласы маман емеспін дей тұрғанмен, дәл осы мысалы біз тұрған ауладағы үйдің иесі өзінің көңілінен шығып тұрғанын айтады. Жаңа төбенің жабындысын өзгертсе дейді, құрылыс материалын. Ол туралы да жаңа шешім қабылданды, өздеріңіз көрдіңіздер. Оның да төбеде жапқан ағаштары жабындысы материалы өзгертілетін болды. Қана кетті мен бұл үйімді бұзып салып берсе деп оған қажет. Осы орны бұзып салып берсе. Қазір баланы міне әкімге айтып тұрмыз. Контроль қалсын. Баланы қаратудың жолын қарасын. Апайын битейік. Қазір үйге қатысты мәселені жаңа айтыңызшы. Единственный выход қазір бүкіл сол ана техобследование алып сіз сотқа арызданыңызшы, сотқа. Процедурасы бар аба. Бізде не бар ғой, сіздерде заңнама бөлімі бар ғой өздеріңізде? Иә. Көмектесінші. Арыз жазуға. Например, телефоныңыз қосулы болсын. Мен қазір сағат 3-те қабылдауым болады, 4-5 сағат. Как освобожусь, қалай болса мен сізге звондаймын телефоныңызға. Балаңызға қатысты шешім қабылданды. Сосын арызды оған нетсіз жазып үлгеруіңіз керек. Маған айтасыз, жаздыңыз жоқ, маған айтасыз мәселе. Жарай ма? Келістік апа. Онда рұқсат болса мен жүре берсем бола ма? Болады. Жақсы апа. Рахмет Жақсы.